Квазарларды ыстық немесе ысы ғаламның гипотезасын растайтын реликті сәулелерді зерттеу. Квазарлар бұл галактикадағы ең жарық астрономиялық объектінің түрі. Олар ол үшін көптеген энергияны жұмсайды. Жерден үлкен қашықтықта орналасуына қарамастан, жақын жұлдыздарға қарағанда жарық көрінеді. Анықтама бойынша квазар галактиканың белсенді ядросы. Мұнда галактикадағы үлкен энергияларды босататын процестер жүреді. Терминнің өзі жұлдызды радио көзі дегенді білдіреді. Бұл электромагниттік сәулеленуден және айтарлықтай қызыл ауытқумен байланысты. Себебі бұл объектілер ғаламның шеттерінде орналасқан деп саналады. Квазар біздің галактикамыздағы барлық жұлдыздардың жиынтығынан 100 есе көп энергия шығарады. Жер мен квазарлардың ара қашықтығы 10 миллиард жарық жылы болып келеді. Ал жерге жеткен квазар жарықтары олар пайда болғанда жіберілген. Бастапқыда барлық жалған жұлдыздар радио сәулелену қуатты көзі болған деп болжанған, бірақ 2004 жылғы зерттеу бойынша олардың тек 10% ғана сәулелер жібереді екен. Егер де квазарлардың шығу тарихына үңілсек, алғашқы квазарды американдық астрономдар Сэндвич және Мэтьюс ашты. Олар Калифорниядағы обсерваторияда отырып, жұлдыздарды зерттеу кезінде квазарлерді байқады. 1960 жылы Шмидт бір нүктеде электромагниттік сәулеленуді жинайтын телескопты қолданған. Байқалатын объектінің спектрінде қызыл ауытқуды анықтады. Бұл дегеніміз объект біздің галактикадан алыстауды білдіреді. Алғашқы квазар ретінде 3C273 айтуға болады. Себебі оны зерттегенде ол 3 миллиардқа жуық қашықтықта орналасқан еді. Жыл сайын 240 мың км/секунд жоғары жылдамдықпен жылжуда болды. Мәскеу ғалымдары Шаров пен Ефремов объектінің ертедегі фотосуреттерін зерттеді. Сол зерттеу нәтижесі арқылы оның жарығының негізгі қоры галактикадан алыс орналасқанын көрсетті. Квазар мен олардың күшті сәулеленуінің пайда болу процесі әлі де толық зерттелген жоқ. Біз олардың мән-мағынасын түсіндіретін бірнеше нұсқаны қарастырамыз. Астрофизиктердің көбі бұл қоршаған айналаны жұтып қоятын үлкен масштабтағы қара құрдым деп есептейді. Тартылыс әсерінен бөлшектер үлкен жылдамдыққа ие болды деп санайды. Және де жаңа ғана айтқандар, квазарлардың ашылу тарихы ол ыстық немесе ысы ғалам гипотезасын растайтын жаңалықтар болды. Яғни ең бірінші квазарлар қызыл ығысы 6-ға тең болатын сәулелерді шығарған болатын. Ол дегеніміз галактика аралық орта сол кезде нейтралды газдардан тұрылған болатын. Алайда содан кейінгі квазарлар спектрлері Лиман альфаға ие болған болатын. Яғни сол кездегі галактика аралық орта плазмаға ионизацияға ұшыраған дәлелдеген болатын. Яғни сол кезде плазма ионизациялау үшін өте үлкен температуралар келген болатын. Сол себепті бастапқы кездерінде галактикамыз немесе ғаламымыз бізде ыстық немесе ысы ғалам болып саналады.